Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шағын суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Бұл видеода сіздер бауыр неге ауырады, белгілері мен емдеу жолдары туралы көптеген сұрақтардың жауабын алатын боласыздар. Қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлық сезімі бауыр ауруын білдіруі мүмкін. Адамның бауыры қалай ауыратыны, ерлер мен әйелдердегі ауырсыну белгілерінің ерекшелігі және дәрігерге қашан көріну керектігі туралы видео барысында айтатын боламын. Бауыр іштің оң жағында қабырға астынан сәл төмен орналасқан. Бұл ас қорыту темір, ақуыз, майлар, көмірсулар мен дәрумендер алмасу процесінде, сондай-ақ токсиндер мен оларды шығаруда маңызды рөл атқаратын функциялы орган болып табылады. Бауыр ауруы тұқым қуалауы мүмкін. Сондай-ақ бауыр жұмысындағы проблемаларға вирустар, алкоголь өнімдерін тұтыну, семіздік және басқа факторлар себеп болуы мүмкін. Егер ерлер мен әйелдердің бауырындағы ауырсыну туралы айтатын болсақ, онда оның көрінісінде ешқандай айырмашылық жоқ. Гендерлік фактор ауырсыну синдромының ағымына әсер етпейді. Дегенмен бауыр аурулары ерлер мен әйелдерде әртүрлі ерекшелікпен жүруі мүмкін. Сондай-ақ әйелдерде тез өздеріне тән бірқатар бауыр ауруы бар. Ең алдымен бұл жүктілікке байланысты туындайтын бауыр аурулары дейді гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт дәрігерлер. Бауыр неге ауырады? Сарапшылардың айтуынша бауыр ешқашан ауырмайды. Бауырда жүйке талшықтары жоқ, сондықтан ол ауырмайды. Тек бір жағдайда ғана бауыр мөлшері ұлғайған кезде ауырсыну пайда болуы мүмкін. Анатомиялық тұрғыдан бауыр ұлпасы капсуламен қоршалған. Қабынуға байланысты оның мөлшері ұлғайған кезде ол осы капсулаға қысым жасай бастайды. Ал капсулада ауырсыну кезінде сезілетін жүйке талшықтары бар, яғни капсула созылған кезде бауырда ауырсыну басталады. Бұл оң жақ қабырға астында жайсыздық пен ауырлықпен сезіледі. Бауырдың ұлғаятыны соншалық біз оны қолымызбен сезе аламыз дейді мамандар. Көбінесе оң жақ қабырға астында ауырсыну басқа органдармен, мысалы тоқ ішектің көтерілу бөлігімен, өт қабымен байланысты болады. Кейде асқазанның 12 елі ішектің ойық жарасына байланысты осы аймақта ауырсыну туындауы мүмкін. Бауыр метаболикалық себептерге байланысты бауыр аурулары кезінде органдарда қан тамырларының бұзылуымен, инфекциялық зақымданулармен, аутоиммундық бұзылулармен, эндокриндік бұзылулармен, жарақаттармен және басқа ауруларға байланысты ұлғаюы мүмкін. Бауыр қалай ауырады? Жоғарыда айта кеткендей, бауырдың өзі ауырмайды. Орган орналасқан капсула ауырады. Бауырдың зақымдануы кезінде туындайтын белгілерге тоқталайық. Қолайсыздық, бауырдың ұлғаюы оң жақ қабырға астында жайсыздықпен сезілуі мүмкін. Көбінесе бұл тырысатын, түйіп ауыратын, бірақ шыдауға болатын ауырсынулар. Өткір ауырсыну бұл органның көптеген ауруына тән емес, және көбінесе өттегі тас түзілуі ауруына туындайды. Ауырсыну, бауыр аурулары кезінде адам қабырға астындағы ауырлықты сезінуі мүмкін. Бұл белгілер бауыр капсуласының созылуымен, ішек пен өт қабының ауруларымен, газ түзілуінің артуымен байланысты болуы мүмкін. Сарғаю, егер бауырдың зақымдалуына қатысты күдік болса, басқа белгілерге назар аудару керек. Бұл орган ауруларының жиі кездесетін белгілерінің бірі терінің, көздің және шырышты қабаттарының сарғаюы. Ауыздағы ащы дәм, сондай-ақ бауыр аурулары кезінде дене қызуы көтерілуі, ауызда ащы дәм пайда болуы, адам қатты әлсіздік сезінуі мүмкін. Егер бұл белгілер пайда болса, дәрігер қабылдауына жазылу керек. Бауыр ауырған кездегі дәрігер кеңесі. Егер бауырыңыз ауырады деп ойласаңыз, дәрігерге бару керек. Симптомдарды елемеу және дұрыс емделмеу ауыр зардаптарға тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Биохимиялық қан талдауын тапсыру керек. Ең алдымен бұл АСТ, АЛТ, сілтілі қышқыл және бұл бауырдың қабыну дәрежесінің көрсеткіштері болып саналады. Егер сілтілі фосфатазаның 2-3 нормадан жоғарылаған анықталса, АСТ, АЛТ жоғары болса, дереу дәрігерге бару керек. Мамандардың пікірінше, бауырдың зақымдану белгілері пайда болған кезде органға жүктемені азайту керек. Алкогольді, темекі шегуді, кейбір дәрі-дәрмектен бас тарту керек. Дегенмен маманмен кеңеспей дәрі-дәрмектен өз бетінше бас тартуға болмайды. Бұл денсаулыққа пайдадан гөрі көп зиянын келтіруі мүмкін. Айқын әлсіздік, терінің сарғаюы, мұрыннан және қызылектен шамадан тыс қан кету сияқты геморрагиялық синдромдар. Оң жақтағы ауырсыну байқаған болсаңыз, дәрігерге жазылуыңыз керек. Бауырды тексерту ең алдымен кімдерге керек деген сұраққа жауап бере кетейік. Біріншіден, скрининг аясында бауырды 30 жастан кейін тексеру ұсынылады. Кем дегенде биохимиялық қан талдауларын тапсыру керек. Сонымен қатар мына топтағы адамдар міндетті түрде бауырды тексертуі керек. Артық салмағы бар, аз қимылдайтын, өмір салтын ұстанатын, қанындағы қанттың деңгейі жоғары, қант диабетіне шалдыққан.
Созылмалы вирусты гепатит ауруы бар. Алкогольді ішімдікті шамадан тыс тұтынатын. Туыстарында бауыр ауруы бар адамдар, себебі анықталмаған бауыр ферменттері жоғары деңгейдегі жастар. Иммундық аурулары бар адамдар. Өйткені олар көбінесе бауырдың аутоиммунды ауруымен байланысты. Туберкулезге қарсы терапия қабылдайтын адамдар. Бауыр ауруы туындау қаупі кімдерде жоғары. Сондай-ақ белсенді жыныстық өмір салтын ұстанатын. Қанмен тұрақты байланысты әрекеттерді орындайтын адамдарда бауыр ауруы туындау қаупі жоғары. Балықты шикіде жеу әдеттенген кейбір ұлт өкілдері адамдарда осы топқа кіреді. Себебі балық етін шикіде жеумен байланысты бауыр аурулары бар. Жоғарыда айтылған ақпараттар сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.